Қаңтарда қаза болған боздақтардың әрқайсысына Тоқаев құнын төлесін, өтемақы төлесін. Әрбір қазақ менің жалғызым деп 238-ді атып тастаған Тоқаев сол өлгендердің семьясына құнын төлесін. Дұрыс. Құн төлесін. Біз құн талап етеміз. Біз ұмытпаймыз еш уақытта ол боздақтардың бекерден бекер қан төкпеген біздің есімізде мәңгіге қалды. Сондықтан әрбір боздаққа Тоқаев құн төлейтін болсын. Соны талап етеміз. Талап етеміз. Талап етеміз. Талап етеміз. Байбаға қойды. 238 адам қаза тапқан сол қаңтарда. Ол ресми ақпарат, бейресми ақпарат бойынша мыңдаған адам қаза тапты сол күні. Иә, мыңдаған адам көз жұмды. Өзіміз көзімізбен көрдік осы жерде. Иә, өтірік. Прокурор келді. Заң талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік және Таныстыршы бауырым. көзделген. Ат жөнің. Ау, Исмәдет болды. әділет. Еске алу, бауырым. Иә. Иә, түсініп тұрмын. Мынаны орынға қойсаңыздар болады. Я болды, тұрамыз деді. Ешқандай бүліншілік жоқ. Бірақ жақсы емес. Құранға бағыштап отырмыз, марқұм болғандарды. Ал бүгін еске алмай отырсақ, сізге жақсы ма сол? Болды. Плакат алып тастасаңыздар болады. Жоқ, неге? Плакат емес. Плакатта құрбандардың аттары заңсыз не таптыңыз одан? Айтасаңыз болады. Ешқандай ештеңе yapқан жоқпын. Бұған тиісті шара көзделген. Кеңіз, господин прокурор, оқыңызшы не деп жазып тұр плакатта. Жүріңізші. Бір бейбіт шеруге біреу шақырып жатыр ма? Көріңізші. Заңсыз не таптыңыз? Оқыңызшы. Түсініп тұрмын сіздерді. Оқыңызшы Бұл плакатты. шара көзделген заңнамамен қою бәрін өздерін. Енді плакатты алып тастасаңыздар болады. Ана қойып қойсаңыздар болады. Ештеңе Бұл жақта құрбандар, міне. Қазақстан Республикасы 238 дедіңіздер, міне қазір 270 адамға жеткізіп отыр бұл плакатта. Құрбандар. Қаңтарда қайтыс болған. Оны қойып қойсаңыздар болады. Қасына барып. Қағаздан қорқпадық, плакаттан қорқпадық. Халық көбейіп кетеді деп кишкалар танкап барды. Осы кишка жоқ болмағандарда. Барлығы шіріп кеткен ішіндегі іш құрылыстардың барлығы. Біздің мынау плакаттарымызда бұлар қорқып отыр. Халық көбейеді, әлі уақыт кетеді. Мына жердің бәрі халыққа толы. Уақыт кетеді, сол кезде көресіңдер. Плакат аламыз алмаймыз болмағандар. Жетсіңіздер. Мына жердегі қан, суған жоқ. Әлі суған жоқ ол қан. Әлі жауап бересіңдер. Мынау қан әлі суған жоқ. Мына шірген билік жауап береді. Өлген адамдарға, балаларға. СССР-дің бәлесі Аблайхан Абаяда 5 күні атылды бірінші оқаға. 5 күні Аблайхан Абаяда 20 адам қайтыс болды. Бірінші құрбандар. Одан кейін мына алаң жоғар жағында. Президенцияның алдында ол уже. Одан департамент полицияның алдында. Одан кейін қоса бастады. Одан 8 күні, 6 күні атты да бұлар. 7 күннен бастап департамент полицияда қинап өлтіргендері бар. Аэропортта қинап өлтіргендері бар. Бұл ресми дерек жаңағы 238 деген ол тек қана ресми дерек. Мың адам ол. Негізі бір Алматының өзінде мыңдаған адам өліп кетті ғой. Иә, себебі бір сол кездегі дерек бойынша 4800 ба 900 ба жаралы адам тіркелген. Онда да не қылғандар. Олар ана жаққа барып өлтірді. Егер соғыс жағдайында жаралы мен нелерді ана шейіт болып кеткендер саны 3-тің бірі или 4-тің бірі деп алса да ол уже 1000-нан асып кетеді. Асып кетеді. Бір Алматыда 1000-нан асып кетті ғой. Ана нені қосқан Шымкентті қоспағанда Қызылорданың өзі 200-ден асып кеткен болуы мүмкін әбден. Бір Алматыда қанша мың адам өлді екен. Бұлар кетпей ашылмайды ма? Ашылмайды. Ана Алматы, одан кейін Қызылорда, Тараз, Шымкент, содан кейін 86 ашылмай жатқанда бұл қайда? 86. Әлі 86-ға баға берілген жоқ қой ол мысалға. 11-ші Жаңаөзенге баға берілген жоқ, саяси құқықтық бағалар берілген жоқ. Мына Қаңтарға да берілген жоқ, құқықтық саяси бағалар. Олар саяси баға беруден, құқықтық баға беруден қорқады. Ол жауапкершілік деген сөз, тікелей жауапкершілік.
ең бірінші соны көтеру керек. Құқықтық баға беру, соны көп түсінбейді. Мына желтоқсандықтарға да айтарым. Мысалға, біз 94 жылы оны 15 мамырда нені бастап еді? Не үшін? Аштықты 45 күнге созылған. Құқықтық баға берілсін деп, құқықтық саяси баға. Ол комиссия сол кезде парламент жұмысын бастады. Жұмысын аяқтамай олар таратып жіберуінің негізгі себебінің бірі де сол құқықтық баға желтоқсанға берілмес үшін дейді. Одан кейін әртүрлі желтоқсандықтарға льготалар анау-мынау беріп сонымен ұмыттырып жіберді мысалға. Негізгі құқықтық баға о жерде 11 том материал жиналған желтоқсанға, 11 том. Онда бәрінен министрлер, орынбасарлары, әкімдер, әкімнің орынбасарлары, көптеген жауапты қызметкерлердің бәрінен не алынған? Бұлайша айтқанда түсінік, объяснительный мысалға. Соның бәрі жабулы қазан, жабулы күйінде қалды мысалға. Бәрі соған ұқсас келеді. Ол кезде метел арнайы операциясы болды, метел. Ал мына қаңтарда арнайы операция гонг деген. Ол 5 күні гонг операцияны бастау жөнінде министр Тұрғынбаев бұйрық берген. 12-ден бір 7-8 минут кеткенде сол уақыттарда арнайы спецоперацияны бастаңдар деген. Гонг деген. Міне сол гонгты ашу керек. Ол полицияда осындай жағдайда гонг ұлттық қауіпсіздік комитетінде набат деп аталады. Сол екеуін де ашу керек мысалға. Онда қалай арандатуға болады, не істеу керек, соның бәрі сонда тізіп жазылған, оның әртүрлі нелері бар, соның бәрі ашылу керек, бәрі тергеуге алыну керек, қызметкерлердің бәрі. Ары берден кейін сол кездегі совбездің мүшелері бар ғой, соның бәрін тергеуге алу керек ары берден кейін. Содан кейін барлық жауапты министрлер, департамент басшылары, орынбасарлары, орындаушылары соның бәрін тергеуге алу керек. Ол арнайы, ол үшін бүкіл билік кету керек. Саяси билік ол міндетті түрде, онсыз ештеңе ашылмайды. Оған құқықтық баға беруге мүдделі ешкім жоқ. Мына биліктегілердің біреуі де қаңтарға да, Жаңаөзенге де 86 ешқайсына құқықтық саяси баға берілуден олар бәрі қашқақтайды. Ол онсыз ешқандай шындық ашылмайды, әділдік орнамайды. Құры мысалға біразының аузын майлап қойғаннан ол барлығы ашылып белгілі болып қалмайды. Ол міндетті түрде ол тексерілу керек, зерттелу керек. Тәуелсіз комиссия жұмыс жасауы керек. Тәуелсіз комиссия, тек қана тәуелсіз. Ол ары берден кейін халықаралық ұйымдардың қатысуымен болу керек комиссия. Халықаралық ұйым болғанда ОБСЕ-нің арнайы топтары бар құрылған. Қайсы еді? Будапешт меморандумы, одан кейін Мәскеу меморандумы. Мәскеу меморандумы ұмытпасам 92 жылы қол қойылған. Ельциннің кезінде. Оның алдында 89-шы Будапешт меморандумы. Осындай нәрсеге байланысты ол құрылған ОБСЕ-нің ұйымы. Бірақ ол әлі жұмысын бастаған жоқ. Оны күн тәртібіне бізде қойып жатқан ешкім жоқ. Олар өздігінше келісе алмайды. Оны күн тәртібіне қою керек. Осы енді негізінде. Бұл комиссиясыз ол іштеме баға берілмей, ешқандай бұл шындықта іштеме ашылмайды.